балалар, дәптерімізге бүгінгі күннің айсыңдар. Бізде қазір айтып жатсыңдар, қараша айы. Қараша айының құндылығы қалай аталушы еді? Әділдік және жауапкершілік айы. Жарайсыңдар балалар. Ал ендеше қазір балалар, біз мақал айттық. Әділді айтсаң, әдемі айтқаның. Тамаша, жылдамдатамыз балалар. Алты. Ал. Жылдамдап. Ендеше 6-шы номерлі сұраққа шайық. Sınıfta 20 kızıl және 10 kız топтар еді. Балалар үзіліспей тоғыз допты алып шықты. Сыныпта неше топ қалды? 21 топ қалды. Жарайсың, кәрістіршілерді көрейік. Әрине 21 доп екеніне жарайсың. Әділдік мақсатқа жеткізеді. Жылдамдатамыз балалар. Бесінші номеріміз біз. Ал 7-ші номерді ашыңыз. Айданада 18 ертегі және 12 өлең кітабы бар еді. Ол достарына 7 кітап сыйлады. Айданада неше кітап қалды? Айданада. Кәм тексеріп көрейік. Тамаша. Жарайсың. Ізгілік ізгілік, қарсы алады. Тамаша, келе ғой. Жылдамдатамыз балалар. Номер бірінші. Ашыңыз. Сыныпта 20 бала және 15 қыз бар. Оның үзіліске шығып кетті. Сыныпта қанша оқушы қалды? Сыныпта қанша оқушы қалды? Кәм көрейік тексеріп. Тамаша. Келесі. Бесінші номерлі? 8-ші. Ал. Оқыңызшы кәм. Құрама есеп неше амалмен шығарылады? 2 немесе одан да көп амалмен. Кәм тексеріп көрейік. Тамаша. Келесі. Айбек. Алуды жоспарлады. Ал енді осы берілген мәтінді балалар, мына жерде тірек сөздер берілген, осы тірек сөздерді дұрыс құру арқылы біз шығаруымыз қажет. Тақтаға кім шығады? Аяққа шыға. Мен сендерге өзім бір түсіндірейін. Бұл жерде айтады, күзгі демалыста бурабайға 12 бала, ал жасыбайға 13 бала бару жоспарлады. Олармен екі ересек адам бірге барды. Барлығы неше адам демалуды жоспарлады. Бұл жерде қандай көздер туралы айтылған? Көлге барғанды ұнатамыз ба біз? Ендеше балалар, біз мына тапсырманы орындау арқылы бірге көлге саяхаттайық. Ал бірінші есебін шағын құрастыра қойып, бірінші бурабай. Бурабай, қарашы мәтінді қара. Бурабайға қанша бала? 12 бала. Жылдамдатамыз. Келесі. Жасыбайға неше бала? Жасыбайға 13 бала. Кездесеміз. Келесі. Тағы да қандай адам береді? Ересек адам. Белгісіз ба? Мұқиятқа. Ересек адам неше деп тұр? Қара аяққа. Қанша деп тұр? 2 деп тұр. Ал біз есептің шартын құрастырдық. Енді сұрағы. Нені тұр? Дұрыс барлығы. Сонда жауабы бұл жерде барлығы неше көлге неше бала барған екен? Мына болса нешеге жазамыз жауабы? Жауап жазылшы ғой. Сендер сонда нені табады екенсіңдер бұл жерде? Қалған адамның санын табады екенсіңдер. Сендер бұл есепті балалар сызбаға салып шығарамыз. Түсінікті ғой, сызбаға саламыз. Дұрыс 30-ы кетті. Мына жерде белгісіз. Бала, шешім жаза беріңдер.
алтын айда 17-те алтын айда қаншада? 40 ай. Одан кейін неше үлкендігіне 30 метр елеусіз болды. Қалған. Сонда қалды неше адам бар? Қанша адам қалды? 60. Яғни сендер қандай есеп шығардыңдар? Құрама. Ендеше бірінші топқа 4 ұпай қосамыз. Екінші шамал 24 пен 46-ның айырмасы 8-ге тең. Жауабы теңіз көлінің ең терең жері 8 метр. Тамаша. Сонымен теңіз көлінің ең терең жері қанша болған екен? 8. Екінші топ өзіңізге. Мектепке келсем, білім аламын, жапырақ. Мен оқушы, арманымды білімнен табармын. Мектепке келсем, білім аламын, жапырақ. Мен оқушы, арманымды білімнен табармын. Тамашалаңыз. Гүлзарда 47 гүл өсіп тұр. Оның 25-і раушан, 13-і райхан, ал қалғандары қалампыр гүлдері. Гүлзарда неше қалампыр гүлі өсіп тұр? Бұл жерде былай дейді бала. Гүлзарда 47 гүл өсіп тұр. Оның 25-і раушан, 13-і райхан, ал қалғандары қалампыр гүлдері. Гүлзарда неше қалампыр гүл өсіп тұр? Есеп бұл жерде не туралы айтып тұр? Гүлдер туралы, гүлзар туралы айтып тұр. Ал не белгілі бұл жерде? Өсіп тұрғаны неше гүл еді? Ендеше бала, қандай есеп болуы мүмкін? Ендеше мұнда отырып, осы есепті шығара отырып, жылдамдатамыз. Фломастермен жаза береміз. Шешу бірінші амал 13 пен 25-ті қосындысы 38-ге тең. Екінші амал 47 мен 38-дің айырмасы 9-ға тең. Я, сонда қалампырдың саны неше шықты? Кімде 9 деген сан шықты? Қай жұтта? Барлығында солай шықты ма? Кәдім бір тексеріп сұрайыншы. Айырмасы 72 мен 38-дің айырмасынан. 16 мен 35-ті қосындысы тең. 26 мен 27-дің қосындысынан. Тамаша, екі балғысаңыз. Айсан оқып жүрсің. 80-ның 40-ның айырмасы тең. 72 мен 38-дің айырмасынан. 16 мен 35-дің қосындысы тең. 26 мен 27-дің қосындысынан. Жарайсың. Екі бар. Меден алып, қамен? Сонда сізде қосылғыш белгісіз. Қосылғыш белгісіз жағдайда не істеді? Оқи жүрші, теңдегі оқи. 61 мен 38-дің айырмасы тең. 23. Ал енді сендер. Так, не шықты? Не шықты балалар сендерде бұл жерде? Бір сөзбен айтайықшы. А мен 38-дің қосындысы тең 61-ге. Бұны біз не деп айтамыз? Я, не деп айтамыз біз бұны? Теңдеу деп айтамыз. Ендеше балалар, келесі тапсырма сендерде теңдеу екен, я? Ал жазамыз тақтаға. 35 пен X-тің айырмасы.
Тамаша. Tamam. 95-ші беттегі 7-ші тапсырманы аласыңдар. Біз қазіргі таңда қандай есептерді шығардық? Құрама есептерді шығардық. Құрама есептер неше адаммен шығарылады? Ендеше үйге осы құрама есепті үйге аласыңдар. Түсінікті ғой балалар, иә? Ал енді балалар. Келесі. Қымбат. Сенде неше? Неше ұпай жинадың? 8 ұпай жинадың. Сен тапсырмаларды не істедің? Дұрыс. Біреуін дұрыс өңдей алмадым. Сондықтан да сен 8 ұпай жинадың балғынан. Тамаша, келесі қан. Сен неше балл алдың? Мен 8 балл алдым. Неге? Өйткені мен бір тапсырманы орындаламай қалдым. Жақсы. Келесі. Сенде неше? Менде 10. Неге? Ол үшін мен есептерді дұрыс шығардым. Барлық тапсырманы дұрыс орындадың. Келесі Айсана.